Бәріне сәлем, сіздермен бірге Әсел Серікқызы. Бұл чатбот сабағы. Бүгінгі сабақта біз қарапайым чатбот схемасын құрастыруды үйренеміз. Жалпы біздің ботымыздың схемасы блоктар мен стрелкалардан тұрады. Блок бұл біздің диалогтың күйі, яғни клиентіміз біздің қазір қай күйде тұр, соны көрсетеді. Ал стрелка бір күйден екінші күйге апаратын жол. Мынау біздің жұмыс алаңымыз, біздің оң жағымызда кодты құрастыратын барлық настройкалар орналасқан. Ал сол жағымызда проекттің менюі бар. Қарапайым нәрседен бастақ, ең алдымен мысалы начало диалога деп біз міндетті түрде бір шарт беруіміз керек. Мысалы, сәлем. Мына жерде выбор соответствия деген жерде біз осы сөздің толық совпадениесіне жауап беруіміз керек па, или ұқсас сөздерге де жауап бере аламыз ба, соған настройка істей аламыз. Мысалы, біз по наличию ключевых слов таңдап, мына жерде қандай сөздерге біз примерно жауап беруіміз керек, сол сөздерді теріп жазамыз. Ол сөздердің барлығын біз үтір нүкте арқылы жазамыз. Болды. Расширенная настройка деген жерде біз қандай сөздерге жауап бермеуіміз керек, сол сөздерді жазсаңыз. Мысалы, кейбіреуінде бір әріптен екі әріпте қате кетіп қалуы мүмкін, кетіп қалған сөздерге жауап бермейміз. Мына 10 дегеніміз бұл біздің Инстаграмның номері. Сейлботта мессенджерлар өте көп, олардың әрқайсының өзінің жеке-жеке номері бар. Инстаграмның номері бұл 10. Енді осы сәлем деген сөзге біз сообщение деп жауап қайтарамыз. Сәлем. Менің сама мына жерде қараңыздар, вложение арқылы біз бұл жерге мысалы сурет қоса аламыз. Сурет қосып. Мысалы, мына суретті таңдайтын болсам, міне суретіміз қойылды. Енді міндетті түрде сохранитті басамыз. Егер сохранитті баспасаңыздар, сіздерде жасаған нәрселеріңіз сақталмайды. Міне бізде блок құрылды. Енді осыны біз тексеріп көреміз. Ол үшін протестировать бота бесплатно дегенге барып, өзіміздің шартымызды жазамыз. Міне ботымыз бірге бірден жауап берді, суретімізді шығарып берді. Жалпы біз осындай көптеген бастапқы блокты аламыз. Қалайсыңдар? Бізде екінші бастапқы блок құрылды. Егер сіздерде отмена істеу керек болса, мына жерде міне отмена деген кнопка бар. Отмена істейміз. Енді келесі блокқа өту үшін біз сообщение состояние диалогада боламыз.
мысалы жазамыз, мысалы 1,5 таргетолог қарап экспертімін. Парақшамда пайдалы сохраниться басамыз. Бізде міне екінші блок құрылды. Енді осы екеуін бір-бірімен байланыстырамыз. Бұл үшін бүйтіп стрелканы саламыз. Стрелкаға басқан кезде бізде настройка белгісі шығады. Соны басу арқылы біз осы келесі біздің хатымыз қанша уақытта бару керек, соған настройка істей аламыз. Мысалы 5 секундқа деп қояйық. Біз өзіміз уақытты қойдық, енді осыны тексеріп көреміз. Ол үшін қайтадан протестировать ортаға барып, мына біздің сәлем деген сөзге бірден жауап келді. Енді міне 5 секундтан кейін екінші хатымыз келді. Жалпы бот схемасын құрастырудың негіздері осы. Ал келесі сабақта біз сценарий бойынша чат-бот схемасын құрастыратын боламыз. Келесі сабақта кездескенше.